Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» повесі 20 ғасырдың басындағы этнографикалық іспетті, аса құнды, қазақ руханиятының қазынасы, салт, сана, дәстүр, ұлттық келбеті өте шынайы суреттеледі. Бауыржан Момышұлы мемлекеттік сыйлыққа 1976 жылы ие болған. «Ұшқан ұя» кітабында 16 жылдың дүрбелеңі мен күштеп ұжымдастыру кезеңіндегі тартыстар батыл айтылып, Кеңес үкіметі қалыптасуының алғашқы жылдары кеңінен қамтылған. Сіздерге «Ұшқан ұя» туралы кішкене мағлұмат беріп кетейін. «Ұшқан ұяда» әлем тарихы, жаратылыс шежіресі, жан-жануарлар болмысы, қауымның қалыптасуы, әлемнің пайда болуы, тірлік, өмір туралы алғашқы мағлұматтарды, азаматтық тұрғыдағы аңыз-әңгімелерді әжесінен естігенін, үлкен сүйіспеншілік сезіммен есіне алған. Сондай-ақ ненің жақсы, ненің жаман екенін, нені сүйіп, неден аулақ жүруді әжесінен үйренгенін мақтан етеді. Әкесі Момыш өз бетімен сауат ашқан, сол кездегі көзі қарақты адамдардың бірі болған. Ел арасындағы ағаш ұстасы және етікші зергерлермен танымал болатын. Бауыржан 3 жасқа келген соң анасы Рәзия қайтыс болды да, әжесі Қызтумастың қолында өседі. Біз сыныбымызбен бірге Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» повесін оқыдық. «Ұшқан ұя» повесі өте қызықты, тартымды романдардың бірі. Сіздерге осы «Ұшқан ұя» повесін оқуға кеңес беремін.